Мульт жасау үшін мульт жасау үшін Adobe Express деген бағдарламаны телефонға жүктеп аласыздар. Болмаса онлайн интернет арқылы ноутбукпен жасауға болады. Сайтына кіріп жасай бересіздер. Googleға Adobe Express десеңіздер шығады. Мінекей, мен телефонға жүктеп алдым. Бағдарламаны ашамыз. Ашқаннан кейін мына бөлікте оңға қарай жылжытамыз. Осы жерде мінекей Animate Characters деп тұр, сол батырманы басамыз. Мінекей ашылды. Мына жерден Personal People деп тұр, сол жерден өзіңіз қалаған объектіні таңдайсыз. Атауын басып, объектілерді өзгертіп шықсаңыз болады. Мысалы, мен роботты таңдайық. Роботты таңдайсыздар. Және мұнда Background деп тұр. Артқы фонын қойсаңыздар болады. Мінекей. Өзіңізге қажетті ұнаған фонды қойсаңыз болады. Болмаса фон қоймай, мінекей, фон қоймасаңыздар болады. Кейін артқы фонға өзіңіздің басқа да видеоларыңызды қойға болады. Болмаса осы жерден видеоңызды, фоныңызды, мінекей, Upload Image деп фотоңызды жүктесеңіз болады. Сөйтіп, рекорд батырмасын басып, өзіңіздің аудионызды жазасыздар. Airloben деген батырманы басып, жүктелген күтеміз, загрузка болады. Загрузка болғаннан кейін, мінекей Upload Media болып жатыр. Бұл да загрузка болып жатыр, кішкене күту керек болады. Енді мына жерде Open in Editor деген батырманы тұр, ағылшынша. Бұл батырманы басып, редактор режиміне өтеміз. Мінекей редактор режиміне өттік. Осында біз әртүрлі фото-объект барлығын қоссаңыздар болады. Болмаса жоғарыда поделиться батырманы басу арқылы download деп жүктеп аламыз. Мінекей осылай видео жасауға болады. Мысалы, мінекей фонмен, озвучкамен кейіпкер дайындап қойдым. Енді осы жерде плюс батырмасы тұр. Плюс батырмасын басу арқылы Elements'ке кірсеңіздер, болмаса текст, мәтін барлығын енгізуге болады. Осында CapCut секілді поискқа, мысалы, өзіңіздің қажетті затыңызды жазасыз. Мысалы, бұл ағылшынша animal деп жазайын, болмаса animals деп, жануарлар деп жазамыз. Осы жерден өзіңізге қажетті жануарды таңдайсыз. Қойылды. Қойғаннан кейін астында эффекті таңдауға болады. Суреттің форматын өзгертуге болады. Асты жағында animation деп тұр. Анимация қоссаңыздар болады. Сонымен қатар in деген кірген кезде, пайда болған кездегі анимациясы жоғарыдан түседі. Тағы да бір рет бассаңыз, оның ұзақтығын өзгертуге болады. CapCut, сонымен қатар жаңағы Canva секілді, галочканы басамыз. Қайта animationге кіреміз. Loop дегенді ортасында осылай қимылдап тұрсын десеңіз, осын басасыздар. Out деп кеткен кезде қандай анимациямен кететін күтесіздер. Сөйтіп галочканы басасыздар. Осылайша жоғарыда біздің жаңа объектіміз қойылды. Енді мына жақта сол жақтағы екі сызықшаны басу арқылы қай жерде бастау кереккенін көрсетесіздер. Сөйтіп қай жақтан аяқтау керектігін осылай көрсетуге болады. Сонда бастаған кезде анимация осылай басталып, қимылдап тұрады да, blur деген анимациямен жойылып кететін болады. Осылай анимацияларды, фотоларды, сонымен қатар тексттердің барлығын осы астынан Canva мен CapCut секілді қолдансаңыздар болады. Болмаса, видеоңызды, кейіпкеріңізді жүктеп аласыздар да, Canva мен CapCut'та өзгерте берсеңіздер болады. Болғаннан кейін жоғарыда поделицаны басып жүктеп аламыз.